Сәлеметсіңдер ме, балалар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы сын есім. Сын есім заттың сынын, сипатын, түрін, көлемін, сапасын, дәмін білдіретін сөздер. Мысалы, биік, қара, жылы, домалақ. Сын есім қандай, қай деген сұрақтарға жауап береді. Мысалы, ұзын, ауыр, тар. Сын есімдер көбінесе зат есімдерімен бірге тіркесіп келеді. Енді алдарыңызда тұрған мәтінге назар аударыңыздар. Екі тышқан. Екі аш тышқан ірімшік тауып алады. Оны үлкен мысық қорғайды. Тышқандар қатты ойланып, бастарына жақсы ой келеді. Қара тышқан мысықты мазақтайды. Мысық ашуланады. Ол қара тышқанды кең бөлмеде қуа жөнеледі. Сол уақытта сұр тышқан ірімшікті алып кетеді. Қара тышқан ініне оралады. Олар рахаттанып ірімшікті жейді. Берілген мәтіннен сын есімдерді зат есіммен бірге көшіріп жазыңдар. Бірінші сөйлемдегі сын есім және зат есім аш тышқан, үлкен мысық, жақсы ой, қара тышқан, сұр тышқан. Осы сөздер зат есімдермен тіркесіп келеді. Аш тышқан, үлкен мысық тіркесіндегі сөздердің реті қандай? Қай сөз табынан жасалған? Аш сын есім, тышқан зат есім. Үлкен сын есім, мысық зат есім. Сын есімдер қандай, қай деген сұрақтарға жауап береді. Қандай тышқан? Аш тышқан. Қандай мысық? Үлкен мысық. Бірінші тышқанның және екінші тышқанның түрлері қандай? Бірінші тышқанның түсі сұр, екінші тышқанның түсі қара. Мысық неге ашуланды? Есімізге түсіреміз. Қара тышқан мысықты мазақтайды. Сол себепті мысық ашуланды. Келесі тапсырмамыз сөздерді сәйкестендір. Берілген сын есімдерді сәйкестендіреміз. Ащы, тәтті, қышқыл. Бұл
дәмін білдіріп тұр. Сүйір, сопақ, домалақ. Кіші, үлкен, ұзын. Қызыл, қара, сары. Әрі қарай өздерің сәйкестендіріңіздер. Келесі тапсырмамыз. Енді көп нүктенің орнына зат есімге қатысты бірнеше сын есімді тауып жазыңыздар. Ойланып көріңіздер. Берілген сөз лимон. Лимон қандай? Лимон қышқыл. Лимон қандай? Лимон сопақ. Лимон қандай? Лимон сары. Әрі қарай өздеріңіз тапсырманы орындаңыздар.